Алтай Мекен. Бұл каналды бір ай бұрын бастадық. Лайк та болды, дизлайк та болды. Ештеңеге қарамастан біз өсуімізді тоқтатпаймыз. Міне, біз 300 болдық. От шоу таң қалдырудан шаршамайды. Ой, әкең. Улицы прошлого. Ассалаумағалейкум, сіздермен Бәке Басеке. Бәке, тоқташ. Жаңағы монтаж ғой негіз. Ван Дамның рекламасы елдің бәрі біледі. Сен істемайсың ғой негіз. Сен мен істемайды дейсің ба? Істемайсың. Мынаған қара. Енді монтаж жоқ кетті. Бірінші жаңалығымыз. Одессалық тұрғын көшеден 250 мың ақша тауып алып, оны бірден полиция қызметкерлеріне апарған. Бірақ олар бұл кісіге сенбей қайта жазаға тартамыз деп қорқытқан. Мұнан ештеңе шықпайтынын түсінген тұрғын ақшаны банкке апарып толықтай тапсырды. Кейін бұл ақша инкассатор көлігінен абайсызда түсіп қалғаны белгілі болды. Так, стоп! Қанша жақсы адам болса да, бір мынандай ой кеткен шығар. Ақшаны ал, мынау ақша саған керек болады. Ей, қарызыңнан құтыласың, ей! Мен күтіп отырсыңдар ма? Ала беріңдер, ала беріңдер, смело, ала беріңдер. Үйіне барғаннан кейін қандай жағдай болды екен? Жаным, прикинь, алдында 250 мың тауып алған соң милиционерлерге апарып бердім. Әке, сен маған әке емессің. Шын мәнісінде әлемге осындай жақсы адамдар керек. Бір-бірімізге мейірімді болайық, бір-бірімізге жақсы болайық. Бәке, Ау? не ғой, сен жақсы адамсың ғой? Ә? Мен сені қарызға ақша бердім ғой, білесің ба? 100 мың ше. Иә. Соны кешесің ба? Шлейтіп жақсы адам болмайтын шығар. Барлық кинотеатрдан көріңіздер. Ойыннан өлдің ба? Хайуан. Мы бухаем щас. Утром. В обед. Қытай жаңалықтары! Енді шамал қайтайықшы. Бәке, мынандай қызықты естіппін. Қандай? Аэропортта багажыңды ұмытып кетесің ғой, чемоданыңды мысалы, содан кейін 3 ай сол чемоданға бармайтын болсаң, соны аукционға салып сатады екен ғой, прикинь. Қойшы, оны қаяқтан білесің? Анау Россияның неше бір блогерлері, Қазақстанның неше бір блогерлері сол туралы видео түсіріп жатыр ғой бәс. Өлсем де ондай видео түсірмесім. Не үшін? Біреудің заты зат бола ма? Ол видеолар хит болып жатыр негізі. Йо, достар, бүгін біз аукционнан $500 600 деп айтсай, 600. 600 ба? $600 қандай аукционнан чемоданда қатысып. Ашамыз көреміз. Не шығады екен десе? Бро, қара, ашам. Давай, аш. Не тауып деп ойлайсың? Компьютер. Ей, Сотка. Жоқ. Не? Сотка. Ой, Екеу сотка.
Алло. Да, мам. Съемкадамын. Кедергі жасамашы. Аха, давайте. Очки! Тағы не тауып алдым? Не тауып алдым, білесің ба? Не тауып алдым? Батман, Мынаған қара. Ё-моё. Ё-моё. Мынаған қарасайшы қанша теңге оң. Удостроение қайда? Удостроение тауып алдым. Кімдікі екен көрейік мынаған қара. Мынау сен ғой, Бауыржан? Мен емес деймін ол, қарасайшы, бро. Мынау ше? Ё-моё, бро, мынаны қара. Ё-моё. Кән, ештеңе көрсетпесей. Не ол? Тағы ноутбук қара. Ё-моё. Тағы ноутбук, бро. Ё-моё. Тағы ноутбук, бро, қара. Ё-моё. Автоватыр. Салаш, қанша ноутбук санасың? Бітті, бро, бітті. Санаш. Қанша ноутбук бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ноутбук. Ё-моё, бро, ақтаймын екен? Ақтайын екен. Ақтады ғой, ақтады. Ақтады ма, онда не ғой? Құрметті подписчиктер, сіздер келесі осындай видео көргілеріңіз келсе, лайк басыңыздар. Бұдан да кинодан бұл жолы біз $1000 басатын боламыз. Ақтай, көрікке. Сау. Сіздермен болған өздерін қатты жақсы көретін общий тема шоу. Міне осындай комментарийлар біз үшін мотивация. Міне дегенше 300 подписчик болды. Құрметті 300 подписчик. Енді сіз әрқайсыларыңыз 2 адамнан алып келсеңіздер, адам басы 3 бибиден болады. Ол 2 адам алып келсе, сіздерде есептеңіздер 8 адам болады. Сіздерде 32 биби болады. Одан Бәке, шлей өйтпейтін шығарсың. Сау! Мен жазыламын. Мен тасыламын. Мен жазылдым. Мен жазылдым. Мен жазылдым. Мен жазылдым. Ал сен жазылдың ба? Қойшы, жазылмадың ба не? Не күтіп тұр деп ойлайсың? Ей, сөйтсейші, красавчик.